Мынау біздің асқазанымыз болса, соның жартысы су, жартысы тамақ, жартысы ауа болған, е. Диета бізде дрожсыз. Ең күшті мықты су бұл талая вода. Мысалы, мен салмағым 50 болатын болса, мен 1 килоға 30 мл су ішу керекпін. Яғни сол кезде сізде ұйқы без, өт, бауыр, асқазан деген проблема болмайды иншалла. Ал егер мен оған да жете алмай жұмсаңыз, значит сізде не? Бұл жерде нутрициолог маманына бару керек. Значит сізде метаболизм дұрыс болмағанда бітірей, кальций, сонымен қатар цинк жетіспегенде бізде қайта-қайта семіру болады. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Мен әрине диетолог емеспін, дегенмен жалпы менің көзқарасым бойынша анықтау қалай дұрыс та. Бұл міндетті түрде диетолог мамандармен көргендеріңіз тоже дұрысырақ. Дегенмен сіз өзіңіздің гормоналды фоныңызды бұзбау үшін, чтобы сіз әйел екенін ұмытпау үшін бізде дұрыс анықтау тоже маңызды, иә. Ендеше қалай арықтауға болады, қандай диета дұрысырақ, да, не істеуге болады жалпы, или болмаса ары қарай диетологқа барамыз ба деген сияқты сұрақтарыңызбен дәл осыны жауапты алатын боласыз иншалла. Ол үшін міндетті түрде лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңыз комментария жазуларыңызға болады. Мына 3 точканы басып, и сол жерден постоянно уведомление қосып қойыңыз. Себебі менің видео келгенде бірінші болып сіз көру керексіз, да, иншалла. Сол себептен ендеше арықтау жалпы бізде былай делінген, да, семіздік мұсылманға тән қасиет емес, бәріміз білеміз. Пайғамбар алейхиссалам ол 2 мезгіл тамақ ішкен. И то ол тойып ішпеген. Яғни қалай? Мынау біздің асқазанымыз болса, соның жартысы су, жартысы тамақ, жартысы ауа болған, Ал біздің асқазанымыз болса, біздікі азанға обедке дейін кеш жүреді. Обед болған кезде тойып тамақ ішіп аламыз, анша суық қоямыз. Ол жерде ауаға совсем орын жоқ. И ішіп болғаннан кейін тамағым сіңбей жатыр деп, әке ішіп қолан деп қолан фокус сіміріп аламыз, Сонымен вообще ол енді сюда болады, сонымен бәрі шығару керек болады. Өкінішке орай кекіріп шомен жүреміз, Әрине бұл дұрыс емес. Себебі әрбір мұсылман білу керек, бұл денсаулық бізге аманат екенін, біз оны күту керек екенімізді, бұл бізге қарызға беріп тұрған нәрсе екенін, біз оны ертең қайтаратынымызды, Мысалы, біреуден андай ручка алатын болсам, мен оны қайтару керек екенін білсем, мен оны әдемілеп, мәпелеп ұстаймын, Яғни бұны сындырып алмауға тырысам, бұны құртып алмауға, жоғалтып алмауға тырысам, То же самое біздің бүкіл денемнің 12 мүшеміз осындай. Сол сәттен бізде соны жоғалтып алмау керекпіз, бұны бұзып алмау керекпіз деген сияқты бізде қорқыныш болу керек. Ең бірінші диета бізде дрожсыз. Дрожсыз дегенге, яғни дрожжды зат қосылмаған. Бұл не? Булочки, печенье, даже элементарно бізге болмайды. Нан, естественно, бізге болмайды. Оның орнына можно пельмени жеуге, манты жеуге, бешбармак жеуге, но постоянно емес. Екіншіден, сахарсыз тамақтану керек. Сахар, яғни бір жерлерде шекер дейді, бір жерлерде қант дейді, бір жерлерде нават дейді, неше түрлі нәрсе бар. В общем, сахар, элементарно, И сахарсыз тамақ ішу, даже чай без сахара. Чайдың өзін сахармен ішуге болмайды. Можно оның орнына натуральный мед қолдануға, кішкене тәттірек дәмін келтіру үшін, бірақ басқа сахар жемейсіз. Егер жоқ, мен тәтті жеймін, шыдай алмаймын десеңіз, можно тек қана рахатовский горький шоколадтарды айына 1-2 рет қана жеуіңізге, да. Үшіншіден, бұл газсыз, газдалмаған сусындар и энергетиктер ішуге болмайды. Түсінікті ма? Яғни су ішесіз ба, пожалуйста, газдалмаған су ішіңіз. Ең күшті мықты су бұл талая вода. Бәріңіз біледі, талая вода қалай аталынады? Бұл не? Яғни кранды ашасыз, 5 литр баклажкаға суды толтырып құясыз, қақпағын бұрайсыз, морозилкаға саласыз, оны мұздатасыз. Мұз болғаннан кейін алып оны ерітесіз. Ерігеннен кейін баста қақпағын ашасыз, баста қойған жаңа тұздарын бәрі жиналып тұрады, соның бәрін төгіп тастайсыз да, қалғанын жылып күйінше ішесіз. Содан шай істеп ішіңіз, содан сорпа істеп ішіңіз. Немесе сол судың өзін, яғни бір күнде салмағыңызға қарай ішу керексіз. Мысалы, мен салмағым 50 болатын болса, мен 1 килоға 30 мл су ішу керекпін. Яғни 50-ді 30-ға көбейтем, қараңыз. Салмағыңызды есептейсіз, салмағыңыз 50, көбейтесіз, мысалы 30 мл бір неге, и қанша мен бір күнде 1,5 литр су ішу керекпін, да, например. Осылайынан сіз есептеп, соншалықты су ішіп отыру керексіз. Судың ішу маңызды. Сонымен қатар бізде былай да, тамақ тойып аламыз, одан кейін барып шай ішеміз. Либо одан кейін кофе ішеміз. Жоқ. Тамақтың ішер алдында, тамақ дайындамай тұрып, 30 минут бұрын сіз 1 стакан су ішіп алыңыз. Жылы, сол үй температурасында болса, одан да жылы қылып су ішесіз. Содан кейін жарты сағаттан кейін тамақ ішіңіз. Самый лучший осы. Сол кезде сізде ұйқы без, өт, бауыр, асқазан деген проблема болмайды иншалла. И іш қату тоже самый сол кезде болмайды. Сонымен қатар бізге керек тамағымыз сіңірілу үшін тамақ ішіп болғаннан кейін біз ұйықтамау керекпіз, потому что бізде сразу ұйқымыз келеді. Бүкіл күш біздің асқазанға кетеді, біз әлсіреп, қалай ұйықтасам деген нәрсе бізде басталады. Оның орнына сіз
ходьба, яғни шарт жасап жүруіңіз керек. Қыдырыңыз, серуендеңіз, күліңіз, басқа жаққа барып осыдан жүруіңіз керек. Бұл міндетті түрде, түсінікті ме? И сол жердегі лимфа жолдарын реттеу үшін, яғни қайнауды күшейту үшін контрастный душ маған ең қатты ұнайтын нәрсе осы. Соны қабылдауыңызға болады. Диета барысында 2-ақ мезгіл тамақ ішкен дұрысырақ. Таңертең, например, 8-9-да ішсеңіз, кешкі 6-5-те. Оның арасында обед уақытында кішкене закуска жеуіңізге болады, кішкене ғана да. Қалған уақытта дәмін көре салайын, бір стакан іше салайын, қандай болады екен деген нәрсе болмау керек. Оның бәрін абсолютно ұмыту керексіз. Сонда ғана сізде дұрыс питание болады. И сіз солай өзіңізді тиіп. Любой нәрсені жеңіз, бірақ 2-ақ мезгіл. И тойып емес, жаңада 3-ке бөліп асқазанды. Вот сол кезде иншалла сіз өз деген қалаған диетаңызға жете аласыз. Ал егер мен оған да жете алмай жүрсеңіз, значит сізде не? Бұл жерде нутрициолог маманына бару керек, значит сізде метаболизм дұрыс болмағанда витаминдеріңіз дұрыс емес болуы мүмкін. Особенно бізде когда D3, кальций, сонымен қатар цинк жетіспегенде бізде қайта-қайта семіру болады. Ал одан бөлек ары қарай диетолог мамандарына жүгінгендеріңіз дұрысырақ. Сіздермен бірге болған доктор Сейіт Жаппаровна. Мені барлық видеоларыма лайк қосып отырыңыздар, чтобы маған күш беру үшін. И қандай да бір керемет отзыв жылы лебіздеріңіз болса, комментарийді күтемін.